Бүгінгі күнде TikTok'та миллиондаған қаралым жинаған, халықты ерекше толқытқан бір оқиға бар. Ол қарапайым еңбекші әйел Клара апай мен танымал әнші Гүлнұр Оразымбетованың кездесу сәті. Клара апайдың өмірі тым қарапайым. Ақтөбе қаласында көшені сыпырып, тазалық жұмыстарымен айналысып жүретін ол ел назарынан тыс қалып келген еді. Бірақ оның жүрегінде өнерге, әнге деген шексіз махаббат бар болатын. Бір күні Клара апай қарапайым ғана автобуста отырып, жан дүниесін толқытқан бір әнді шырқап жібереді. Ол ән махаббаттың куәсі «Күнай». Дауысы кәсіби студиялық жазбадай болмаса да, жүрекке жетті. Өйткені ол әнді жүрекпен айтты. Осы шағын ғана сәтті бір жолаушы видеоға түсіріп алып, TikTok'қа жүктейді. Бірақ күнде бейне жазба желіні шарлап, миллиондаған қаралым жинады. Халық таңғалды. Бұл кім өзі? Қарапайым әйелдің дауысы қалайша осылай әсерлі шығады? Деп жылы пікірлерін қалдырды. Осылайша махаббаттың куәсі «Күнай» әні қайтадан хитке айналды. Көпшілік бұл әнді сахнада Гүлнұр Оразымбетова орындайтынын білетін. Бірақ Клара апайдың орындауынан кейін ән жаңа тыныс алып, халықтың арасына кеңінен таралды. Көп адам тілегін айтып, Клара апай мен Гүлнұр бір сахнада ән айтса ғой, деп армандады. Бірақ күтпеген жағдай орын алды. Гүлнұр Оразымбетова арнайы Ақтөбеге ат басын бұрып, Клара апайды іздеп келді. Бірақ ол сахнаға шақырып, үлкен концерт ұйымдастырған жоқ. Ол қарапайым халық арасындағы Клара апайды дәл өзі әйгілі болған жерде автобустың ішінде кездірді. Автобусқа кірген Гүлнұрды көрген жұрт таңғалып қалды. Ал Клара апай үшін бұл мүлдем күтпеген жағдай еді. Екеуі қатар отырып көпшілікті дүр сілкіндірген сол әнді, махаббаттың куәсі «Күнайды» бірге шырқады. Сол сәтте қарапайым автобустың іші шағын концерт залына айналып кеткендей болды. Жолаушылар қуанып телефондарына түсіріп қол соғып жатты. Бұл бейне де әп сәтте әлеуметтік желілерде тарап кетті. Көпшілік, жұлдыздың қарапайым халыққа құрметі осы. Клара апайдың дауысы расымен жүрекке жетеді. Гүлнұрдың кішіпейілдігіне риза болдық деп пікір қалдырды. Сөйтіп бір ән екі тағдырды тоғыстырды. Бір жағында халықтың арасынан шыққан еңбекші әйелдің шынайылығы, екінші жағында сахнаның жарық жұлдызының қарапайымдылығы. Бұл оқиға бізге үлкен ой салады. Өнерді шынайы сүйген жан үшін сахнада, студияда қажет емес. Кейде қарапайым бір автобуста бүкіл елді толқытқан сахнаға айналады. Бір ән, екі жүрек, миллиондаған адамның сезімін оятқан сәт. Бұл тарих халық есінде ұзақ сақталары сөзсіз.